Шах мырза бір болайықты тастап кетті. Қосылайықтан кеткен Диана ханымнан әлі де үміт күткен көрермен Шах мырзадан да айырылды. Қосылайық тележүргізушісінен кейін кезек бір болайыққа келді. Қалаулым жобасының бас редакторы, бір болайық реалити шоуының редакторы әрі жүргізушісі Шахкерім бір болайықтан ресми түрде кеткенін хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, Шахкерім мырза биылғы маусымда бір болайықтың редакторы емеспін. Тек тележүргізуші болып жұмыс істеймін деген болатын. Бір айдан кейін ол тележүргізушіден де кетті. Қазіргі уақытта Шах мырза жаңа кәсіп ашу үшін Қытайға аттанды. Қазір ұлымыз Шах Қытайдың бірқатар қалаларында саудамен айналысады. Шахкерім мырзадан кейін Аргенмен ажырасқан Аружан, экс-қатысушы Жаңылхан, бір болайық тележүргізушісі Камила ханымның күйеуі бір болайықтың редакторы Әлібек мырза. Асенатта Қытайда жаңа кәсіп ашты. Шах мырзаның эфирден кетуіне не себеп? Қытайда, Түркияда және басқа елдерде бизнес жүргізу тележобадан жақсы ма, әлде қосылайық бір болайықты жабуға тағы бір қадам ба? Осы жайлы желі қолданушыларын қатты алаңдатып отыр. Қытайда жаңа кәсіп ашу туралы қосылайық жобасының редакторы Азамат мырза да айтты. Неліктен бір болайық пен қосылайықтағы негізгі адамдар жобадан кетіп жатыр? Диана ханым мен Азамат, Шах мырза мен Әлібек және тағы басқа. Қазір бір болайықта Венера ханым қалды, оның жанында бұрынғы редакторлары да бар. Камила ханым декретке кетуге дайындалып жатыр. Сонымен бірге бір болайық пен қосылайықтың рейтингі төмендеп барады. Жаңа көзқарас, шығармашылық сезілмейді. Соңғы кездері жобаның жабылуы туралы қауесеттер расталды ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Бірақ бұл тележобаның көрермені көп. Қосылайық пен бір болайықта теңін табуға алтын көпір болып отырған тележобаның алдағы жұмысына сәттілік, тойлар көп болсын деп тілейміз. Әуелгі баста мен іздеп, уайымдап, кәдімгі Шах қайдасын деп жатқан барлық көрермендерге алғысымды айтқым келеді. Бұл үлкен мәртебе, үлкен қуаныш, жаңағы сіңірген еңбектің нәтижесі деп өзім қабылдаймын. Көп рахмет сіздерге.